Мен кеше YouTube арнасында бір пост жарияладым. Бұл енді масқара пост, масқара тірлік болды. Ол постымды енді міне сіздерге көрсетейін. Сауалнама дедім, міне, сауалнама. Үстінде ес, астында но деген жазу. Ес деген жарайды, но деген болмайды деген. Онда былай жаздым. Сауалнама, егер Трамп Қазақстанға назар аударып, Тоқаев Назарбаевты тұтқындап алып кетсе, сіз құптайсыз ба, құптамайсыз ба дедім. Дәл сол, мен мына скринді жариялаған кезде, бұған жауап берген адам 985 адам билет тастапты. Не ана есті басып құптайсың, не ноды басасың. Ештеңке керек жоқ. Астына коммент жазып дәуре болма. Құптасаң есті бас, теріс десең ноны бас. Сөйтсек, 985 адамның 84% Назарбаев Тоқаевты Трамптың тұтқындап кеткенін құптаймыз деген ғой. 84% адам құптаймыз деген. 1000-ға жуық адам дауыс берген. 1000-ға жуық адам дауыс берген. Соның 84% құптаймыз деген. Міне мен қазір бұл сауалнаманы қайтадан қарайын. 1200 адам дауыс беріпті. 1200 адам дауыс беріпті. 86% құптаймыз деген. Құптайтындар 86-ға, құптамаймыз дейтіндер 14-ке жеткен. Сонда ойлаңызшы, 1200 қазақтың 86%-ы Назарбаев Тоқаевты тұтқындап кетсе екен деп тілеп отыр. Бұл Қазақстан халқының шынайы көңіл күйі дегенді білдіреді. Яғни Қазақстан халқы Назарбаев Тоқаевтан әбден тойып зарезеп болып отыр. Бұның сілтемесі осы YouTube-тың пост бөлігінде тұр. Үздіксіз дауыс беріңіздер, бермегендер. Міне 1200 адам дауыс беруге қатысыпты. Мен дауыс беруге қатынасқан адамдардың саны 10.000-нан асса екен деймін. Ал осы дауыс беру нәтижесін мен Американың құзырлы мекемелеріне жеткізсем деймін. 10.000 қазақ дауыс берді, соның 90%-ы міне Назарбаев Тоқаевты тұтқындап кетсе екен деп тілеп отыр деген нәрсе, ол үлкен нәрсе болады. Сондықтан барлықтарыңыз айналаңызға, туыстарыңызға, достарыңызға мынаны жіберіп беріңіздер. Мына YouTube-тың пост бөлігінде тұр. Бір кнопка. Не есті басады, не ноны басады. Бір адам бір-ақ рет қана баса алады. Екі қайталай алмайды. YouTube-тың пост бөлігіндегі сауалнама, соған өз ойларыңызды айтыңыздар.